80% оқушылар осы рекурсия тақырыбынан қателесетін болғандықтан, мен бүгін рекурсия бойынша бірнеше есептерді талдап, бүгін сіздерге рекурсия тақырыбын ашып беретін боламын. Олай болса, кеттік. Бүгін бірінші есеп бойынша біз факториалды алдым. Факториал жалпы не? Сіздерге факториал не екенін үйрететін болсам, жалпы факториал дейтін математикада қандай да бір санның соған дейінгі сандардың бір-біріне көбейтіндісі. Мысалға, 5 факториалды алайық. 5 факториал. 5 факториал 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5-ке дейінгі көбейтінді. Бұл дегеніміз 120. Қазір есепте шығарып көретін боламыз. Сол кезде 120 шығу керек. Енді бізде тағы да бір ескеретін жағдай бар. Бізде 0-дің факториалы ол 1-ге тең, 1-дің факториалы ол да 1-ге тең. Осыны ұмытпау керек. Осы жағдайды қарастыра отырып, біз кодымызды бастайық. Так, бізде осындай код берілген. Осы кодты толық ашып берейін сіздерге. Так, бірінші бізде def дейді. Def дейтін бізде бір функцияның көмекші құралы, яғни көмекші сөзі. Ал бізде мұнда факториал деп жазылған. Факториал дейтін бізде функцияның аты. Яғни біз бұл жерге кез келген сандарды, кез келген аттарды жаза аламыз, ja? Енді мұнда n деп тұр, жақшаның ішінде. Бұл жерде n параметрді. Параметрдің орнын атқарады. Яғни біз бұның ішіне кез келген сан қоя аламыз. Ja? Енді бізде тоқтау шарты болады о жерде. If дейтін шарт. Шартты белгінің көмекші құралы. Бізде шартты if арқылы береді. Әрқашан емес, көбінесе. ұбт-да жиі ұмытылатын басты ереже ол тормоз. Яғни бізде кодымызда тормоз болмаса, біздің кодымыз тоқтаусыз орындала береді. Сондықтан соңында тоқтаушының циклға түсіп қалады. Ондай түсқамау үшін бізде шарт береміз. Мысалы, бізде параметріміз берген санымыз 0-ге тең болса, тең деген 0-ге тең болса, немесе дейтін бізде немесе деген сөз. Немесе біздің берген санымыз 1-ге тең болса, біз қайтарамыз 1-ді. Яғни return дейтін бізде функцияда қайтару деген мағынаны білдіреді. Екінші, бізде рекурсиялық қадам дейтін болады, функцияның өз-өзін шақыруы. Яғни рекурсияның басты бөлігі бұл өз-өзін шақыруы. Байқасаңыздар, мұнда факториал n деп тұр. n-1. Осы жерге дейін бізде мұнау жерге ұқсайды, ja? Яғни біз функцияның ішінде функцияны қайтадан шақырамыз. Ja? Бұл түсінікті болса, мен else-ін түсіндіріп кете салайын. Бізде if орындалса, return 1-ді шығарады. Ол орындалмаса, бізде else орындалады. Яғни return мыналарды қайтарады деген сөз. Енді, так, n көбейтіледі n-1, яғни n-нен 1 сан кіші санға көбейтіледі. Жаңағыдай 5 4-ке көбейтіледі деген сияқты ғой. Яғни біз осы жерде түсініп алсақ, рекурсия дейтін функцияның ішінде функцияның өз-өзін шақыруы. Бұл түсінікті. Енді функцияны шақырып тексеріп көру. Енді біз сан дейтін айнымалы береміз, оған 5 дейтін мән береміз. Енді бізде нәтиже дейтін қайтадан бір айнымалы береміз, оған біз факториал сан дейтін мәнді береміз. Яғни бізде факториал функциясының ішіндегі сан, мұна n-ға сандағы мәнді береміз. Мәні сандағы мән 5 тұрады. Сол 5 ретурнда қандай мәнді қайтарады, соны шығар деп тұр ғой бізге ше. Шығар дегенде print дейтін шығару, print деген шығару. F мұнда енді сәл күрделі болып кеткен. Мынау F формат дейтін білдіреді, яғни біз бірнеше нәрсені шығару керек болған жағдайда біз осыны қолданамыз, F-ті. F яғни біз сан, яғни мынау сан, осы санды шығарамыз, сосын мынандай текст болады. Әдетте бұл мынандай осының тырнақша алынады, бірақ біз
F'ті жазған кезде онда тырнақшаларды жазбаймыз. Екінші, біз нәтижедегі мәнді береміз. Яғни мында ойлы жақша бар ғой, ол бізге мәнді қайтару керек болған кезде. Ал мынау олсыз бізде тек қана жазу. Мәтіндік сондай ақпаратты шығарады. Енді біз бұл кодты толық түсіну үшін мән беріп жауабын тауып көрейік. Бізде 5 дейтін берілді. Ол сан дейтін мынағайға барады. Яғни параметрдің орны 5 болып түседі. Мұнда басқа түспен жазайын. Тармен жазайын. Мұнда 5 болып түсті. Олай көрмейді оны. 5 болып түсті. 5 болып түседі. Ол 0 емес, 1 емес. Сондықтан бұл орындалмайды да else-ға барады. Else-ға барғанда біздің мына жер 5. 5 азайтылған 1 ол 4-ге тең. Яғни 5 көбейтілген 4 ол мұнда жазайық. 5 көбейтілген 4 деп. Енді мына жер 4 болды. Мына жер яғни факториал мына жерде жақшадыр ғой. Бұл енді алынады. Мұнда факториал яғни мына сөз факториал 4 болды. Бұл енді қайтадан 4 болып түседі. 4 ол 0-ге 1-ге тең емес. Қайтадан x болады. Сосын else-ға барсақ. Енді мына жерді өшір жүрек. Мына жерді өшір жүрек. Мына жер енді 4 болып түседі. Мына жер 4 азайтылған 1 ол 3 болып түседі. Есіде мына жағы 3 болып түседі деген мағынада. Енді 4 көбейтілген 3 мына жаққа еді. Біз жазып жатқан жаққа өтті. Солайынан жалғаса береді. Соңында былай болады. Өшірейін. Сонда былай болады. Соңында мына жаққа 2 түседі. Сосын 1 түседі ғой. 1 түседі, қараңдар. Сонда 1 түседі. Ол 1-ге тең болады ғой. Мына шарт орындалып кетеді. Сосын 1-ді қайтар дейді. Сонда бізде мынандай болады. 2 көбейтілген 1-ді қайтарады. Сөйтіп, мынаның көбейтіндерінің бәрі 120. Осымен бұл код түсінікті болса, біз келесі кодқа кеттік. Мен келесі кодқа Fibonacci дейтін кодты алдым. Қазір оны не екенін түсіндіріп жіберейін сіздерге. Алдымен Fibonacci дейтін қандай да бір сандар тізбек болсын. Тізбек болғанда былай ол 1, 2, 3 дейтін біздің қолданыстағы сандарымыз бар ғой. Сол тізбек бар. Осы тізбек. Сосын Fibonacci тізбегі болады. Fibonacci тізбегі былай. Мына жерде 0 бар. Бірақ біз оны көбінесе айтпаймыз. Енді Fibonacci тізбегі ол бүйтеді. Алдыңға екі санның қосындысын шығарады. Яғни 0, 0-ге 1-ді қоссаң 1, 0-ге 1-ді қоссаң 1, 1-ге 1-ді қоссаң 2, 1-ге 2-ні қоссаң 3. Яғни мұна 3 деген сан, бізде 3 деген сан, мұна 2 санның көбейтіндісі деген сөз. Түсінікті ме? Міне келесі сан 5. Өйткені 3 пен 2-нің қосындысы ол 5-ге тең деген сөз. 2 мен 1-дің қосындысы 1-ге тең деген сөз. Осы циклды Fibonacci арқылы, рекурсия арқылы шығаратын болам. Солай болса кеттік. Def, жаңағыдай def дейтін бізде функцияның көмекшісі өзі. Fibonacci бізде функцияның аты, параметр, тоқтау шарты базалық жағдайда, Fibonacci'нің қатары 0 және 1-ден басталады. Енді бізде берілген сан 0-ге тең болса дейді, 0-ді қайтару. 0-ді қайтару керек. Яғни бізде берілген сан 0 болса 0-ді қайтару керек.
Ал elif дейтін нәрсе бар. Elif ол if'тің байқасаңыздар мынада if бар, просто алдында el дейтін нәрсесі бар. Яғни бұл elif дейтін сіздер осы жерде үйретіп кете салайын. If дейтін болады және elif дейтін болады. Бұлардың айырмашылығы бізде if дейтін if сосын тағы да if дейді. Шарт бере бересің, шарт бере бересің. И бізде андай болады, нәрсе болады. Бізде мысалға n тең 0 дейік. Сосын бізге print дейміз де. Так, print 1 дейік та. Бұнда да n тең 1-ге дейік та. Print 0-ге дейміз. Осындай шарттарымыз бар, я? Бізге n, сонда n деген айнымалыны бірнеше рет тексеру деген сөз ғой енді, бір сөзбен айтқанда. Ал elif ше деген сөз. Elif'та бізде бір осындай elif деп тұрса оларда бір elif орындалса, екінші elif орындалмайды деген сөз. Яғни бір elif орындалды ма, болды, сол жерден қалады. Егер де, осы жерде ескеретін жағдай бар, егер де мына шарт орындалмай, мына шарт қанағаттандырып кетсе, осы орындалады да, қалған elif'тер орындалмайды ары қарай. Мына жақтарда elif'тер болса, олар орындалмайды деген сөз. Яғни басында келе ма, ортасында орындала ма, бізде главный ол шартты қанағаттандырса болды. Бәрін өшіріп жүрейік. Енді қараңдар, elif дейді, яғни if'тің несі, бағама түрі. n тең 1 болса, 1-ді шығар дейді, 1-ді қайтар дейді. Екінші, рекурсиялық қадам. Яғни бізде рекурсиялық қадам осы жерден басталады деген сөз. Else return қайтарамыз. Fibonacci, міне, так, міне, осы жерде Fibonacci деп тұрмын. Fibonacci, Fibonacci, екеуі бірдей. Мына жерде тоже Fibonacci. Яғни бұл жерде де функцияның ішінде функцияны шақырып жатыр. n-1 плюс n-2. Яғни n-1. Мысалға, мұнда санның орнына 6-ны берген. Сразу біз орнына жерге, мұнда 6 тұрады. Так, басқа түспен. Так, мұнда 6 тұрады. 6-1, яғни 6-2, мұнда 5 болады. Ал мұнда 4 болады. Яғни 5 қосылған 4, бұл жерде 9 болады. Бізде 6-шы Fibonacci ол 9-ға тең деген сөз. Солай болды ма? Солай болу керек. Және бізде нәтиже Fibonacci сан, яғни сандағы мәнді аламыз да Fibonacci'нің орнына қоямыз. Ал Fibonacci ол жерде мына жерде n-нің орнына қояды да, мына жақта n-дардың бәрі 6 болып кетеді. Бұнда санды шығару керек, Fibonacci'нің саны, нешінші Fibonacci саны. Яғни 6-шы Fibonacci бізде 9-ға тең болады екен. Бұнда бағана бізде 8 болды ғой, 6-шы Fibonacci. Бірақ бұл жерде кейбір Fibonacci'лар бізде бұлай басталады. 0, 0, бұлаймыз. Так. Бұлай басталады. 0, 1, 2, 3, 5, және 8 деп кетеді. Ал кейбіреулерінде 1-ден бастайды. 1-ден бастайды. 1, 1, 2 депше. Солайынан болады. Мұнда 5-ті, мұнда 4-ті қосамыз. 4-ті қосамыз. Сонда, яғни алдыңға 2 санның қосындысы деген сөз ғой. Мұнда қай саннан басталу маңызды емес.
яғни Fibonacci деген қатаң түрде 0 мен 1-дің екеуінің біреуінен басталады деген сөз емес. Бұл 6-дан басталады да, мысалы 6 және алдыңғы сандар неш болды? Неш болды? 4 жоқ. Былай ғой. Бұл тізбек, ол ерекше тізбек та. Мысалы 6-дан басталады тізбек. 6-дан яғни мынақта 5 пен 4 бар, екеуінің қосындысы 9 болады. Ары қарай 6 мен 9 қосындысы 15 болады деген сияқты. Яғни Fibonacci'де қатаң нәрсе жоқ, яғни 0 мен 1-дің басталады деген сияқты. Ол 6-дан басталуы мүмкін, иә. Олай болса, бұл код түсінікті болатын болса, біз осымен сабағымыз аяқтаймыз, рекурсия сабағын. Егер сіздің түсінбей жүрген тақырыптарыңыз болса, комментарийға жазсаңыз болады. Келесі сабақта көріскенше.